Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат сіздердің қиялдарыңыздағы сөздердің жиынтығынан дейін туған образдарды жасанды интеллект қалай шығарып бере алады, соған көз жеткізу. Яғни мына суреттердің барлығы сіздерге ұсынған бір түрлі, қыз бала қолда аққу бар, бір қыз баланың қолында тасы бар. Яғни ол менің қиялымнан туған, мен жаза салдым сол сөздерді. Сол сөздерді түсініп, жасанды интеллект маған осындай суреттерді шығарып берді. Ол қалай жүзеге асты? Назар салсаңыздар, дәл осы видеоның төменгі жағына осы бағдарламаның сілтемесін салып кететін боламын. Microsoft Bing деп аталады. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де тағы бір берер кеңесім, телефон арқылы тіркелуді қабылдамайды екен. Тек электронды пошта арқылы тіркелсеңіздер. Әрі қарай оп-оңай, яғни жолаққа сіздер не қажет соны жазасыздар. Менің жазғаным қыз бала қолында аққуы бар, қанатты деп жаздым. Мінекей осындай 4 суретті алып берді. 4-еуінде әдеттегідей тышқан сілтемесінің оң жағын басып, сохранить как изображение как деп сақтап алуға болады. Екінші жағдайда мен шашы сары, қолында тасы бар, үйге қарай жүгіріп бара жатқан қыз деген сөзді жазған болатынмын. Сол кезде маған келесі суреттерді шығарып берді. Яғни сіздер қиялдарыңыздағы дүниені іске асыра аласыздар. Сурет қып шығарып береді жасанды интеллект. Қателеріңізге жарасын, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұдан да қызықты сабақтарды ұсынатын боламын.